бауырсақ. Ертеде ешкі жүні бүртеде. Бір күні бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал кемпіріне барып, кемпірім, маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Сол кезде кемпір, үйде ұн жоқ қой дейді. Шал болса, ендеше табалардан қырып ал дейді. Кемпір табалардан қырып бауырсақ пісіреді. Бауырсақтың ыстығын көріп, ол терезеге қойып қояды. Біраз уақыт өткеннен кейін бауырсақ терезеден секіріп қашып кетеді. Келе жатады, алдынан бірде қоян шығады. Қоян айтады: «Әй, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сол кезде бауырсақ айтады: «Жемеші, мен саған өлең айтып берейін» дейді. Қоян болса: «Ал ендеше өлеңді баста» дейді. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, енді сенен де қашам деп зымырай жөнеледі. Келе жатады. Алдынан бірде бір қасқыр шығады. Қасқыр бауырсаққа қарап: «Әй, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сонда бауырсақ: «Жемеші, мен саған өлең айтып берем» дейді. Ал өлеңді баста: Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашам деп зымырай жөнеледі. Келе жатады. Алдынан бірде аю шығады. «Әй, бауырсақ, мен сені жеймін». «Мені жемеші, мен саған өлең айтып берем» дейді. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен қашам деп зымырай жөнеледі. Келе жатса, алдынан бір түлкі шығады. Түлкі бауырсаққа қарап: «Ей, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сонда бауырсақ айтады: «Мені жемеші, мен саған өлең айтып берем» дейді. Түлкі айтады: «Ал өлеңді баста». Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен қашам дей бергенде түлкі айтады: «Ей, бауырсақ, менің құлағым естімей қалды. Мен өйткені кәртейдім. Енді сен менің мұрныма шығып өлең айтып бер» дейді. Бауырсақ түлкінің мұрнына шығып өлең айта бастайды. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен қашам дей бергенде түлкі аузын ашып қалып, бауырсақ түлкінің аузына түсіп кетеді.